Бұл қазақтың ақиқатының мұқағалидың асыл сөздері еді. Адам жанын ерекше сезімге боялайды. Асыл тастар секілді кереметтей, асыл сөздерден сөз маржанын тізгіндеген мұндай ұқсастықтар адам жанына бөлектей бір қуат берері сөзсіз. Ең байтақ қазағында мұндай жауһарлы өлең жолдары жетіп артылады. Соның ішінде бүгінгі жастар үшін арналған жастар концертімізге арнайы жастар жайлы жазылған жыр жолдарын оқып студенттерді ортамызға шақырайық. Алталашым, отаным, елім дейді, Қазақстаным кең байтақ жерім дейді. Алаулаған қазақтың жастары бар, тайынбайтын жолынан берілмейді. Еш нәрсеге өз ұлтын таппайтығын, салт дәстүрін түгелмен сақтайтығын, рухы берік жастардың бірі болам, Маржан ата сенімін ақтайтығын. Көк аспанда қыран боп самғайтығын, қалықтайтын қанаты талмайтығын, бәсекеде әрбір жасқа білетті, қатарынан көш бастап қалмайтығын. Жас ұрпақтың жадырап, жайнап жаны, оттай лаулап бойында қайнап қаны, үлес қосып, ел дамып, өркендеген қазағымның желбірет байрақтары. Оян жастар, оянатын кез келді. Бұрынғыдай заман жыл өзгерді, әуел баста ақша болса құндылық, қазіргі таң білім күші тең келді. Біліміңді дәлелдесең нақтылап, жүрек жұттан тәуекелет бақ сынап. Абай айтқан ақыл қайрат жүректі біріктірсең болмаймысың дөп әзір. Әл-Фараби Қашқариге қарасаң, Абай атаң Ахметтерді санасаң, өз дәрінің дәлелдеген тұлғалар дәл соларды ұстаздыққа баласаң, арман туып, мақсат қойып алға бас, ұмтыл, сапқа, білімге жарасаң, елімізді қолдай білген, түсе білген араша, елбасының сөздер бар айтқан дәл тамаша. Қазақстан болашағы қазір жастар қолында, ақыл ойын биік ұстап. Жанарында жалын бар, өн бойында тағырым бар. Байларын төмен түсірмей алға қарай адымдап, мен жастарға сенемін, адалдықтан тайынбаймын. Қазағымның от жалынды жастары, өнерменен біліп біткен бастары, сендері барда көк туымыз желбіреп, ашық болсын қазағымның аспаны. Бұл елдің арқалаған сенімін, үміт артар қуанышы еліңнің. Сендері барда біз өмірден өтсек те, сенем қазақ бейбіт өмір сүреді. Ер жігіт дүниені көрген ақ, дүниеде не бар жоғын сезген ақ. Түскенде аспан жерге із болса да, ел байлап қауге ұстап төзген ақ. Қол берген қиын жерде жолдасақ, бас тартқан жолдасынан оңбасақ, өзіңмен бірде жанып бірде күйген досыңның қапибалы болмасақ. Жігітке сайран етіп жүрген артық, жігітке сайран етіп жүрген артық, жігіттік бір кеткен соң келмес қай. Дүниеде үйде жатып босқа өлгенше, жан тәнінен бірде жан күйген артық. Осылайша бозбалаға салдым нұсқа, өмірінің зайып болар бекер босқа. Көргенің бір күнгідей болмастығы, міне ажал келді өмір деген тұс.